Ордабасы ауданында 15 гектарлық 137 заңсыз жайылымдық жер анықталған. Одан бөлек 216 гектарлық 19 жер учаскесі заңсыз пайдаланып келген. Жерді иеленушілерге жер кодексінің 92-94 баптарының талаптарына сәйкес іс қозғалды. Енді олар бір жыл ішінде жер учаскелерін игермеген жағдайда сот тәртібімен аудандық қорға қайтарылатын болады. Негізгі аудандағы жалпы ортақ жайылым көлемі 8000 гектардан асады. Оның көлемін 15 мыңға арттыру жоспарланып отыр екен. Себебі аудан ауыл шаруашылығы бойынша өнім өндіруден алда келе жатыр. Биылғы жылы ортақ жайылым көлемін 5000 гектарға ұлғайту жоспар жасалған болатын. Бүгін таңға 4829 гектар жер ортақ жайылымға қайтарылып, жалпы ауданда 13580 гектар болып өсті. Жыл соңына дейін 2350 гектар жайылымдық жер мемлекет мұқтаждығына қайтарылып, аудан бойынша жалпы ортақ жайылымдық жердің көлемі 15858 гектар құрайтын болады.